кімдікі үлкен, кімдікі кішкентай дегендей. Адам өзінің құндылықтарын жоғалтқан кезде сондай нәрсе болады да. Қайта таяқ жеп, ақырында бір рет. Жігіт әрине кінәлі. Ер адамды өзінен төмен санауы. Пошла нахуй деп айтам ғой любой адам. Жүректерінде иман болса, ажыраспайды ғой. Бір емес, екі жігітпен сразу кездесіп жүретін. Кім үйреніп қалған ғой күндегі сексқа. Сенің папаң ұнамайды, сенің мамаң ұнамайды. Психологиялық жас пен биологиялық жастың сәйкес келмеуі. Маған ондай қызық емес. Бір секрет айтып кетейін ба? Сен олардың әлсіз екенін қайдан білесің? Әлі ешкіммен болмаған пәк 47 жаста. Айтады ғой жастықтың буымен деп. Ер азаматым жақпай жатыр. Менің жолдасым маған көңіл толмайды деймін. Сол кезде мен айтамын. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Шымкентте емес, Алматының қызымын ғой. Сәлем достар. Антистамброз командасының кезекті түсірілімі және бүгінгі тақырып ажырасу болмақ. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Замираны барып күтіп алайық. Кеттік. Негізі өмірде көрмеген, бірақ суреттеріне қарасам ана екі сияқты келе жатыр. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Есім Абзал. Замира, біздің бағдарламаға тек шындық керек. Бірден тікесен сұраққа көшейік. Бүгінгі тақырып ажырасу. Тағы ма? Мен жүрген жерде ажырасу тақырыбына адам іздеген кезде бізге ажырасқан адам керек еді. Сол шақырып отырсыздар ма? Сіз ажырасқансыз ба? Иә. Бізге ашық айтып берсеңіз, не үшін ажырастыңыз? Себептері? Енді себептері болғанда характеры не сошлись дейді ғой. Мен өте 17 жасында өте ерте күйеуге тидім мысалы. Ол мен 6 жас үлкен болды. Әйтеуір ұйғыр мен қазақ бір жерге сыйыспайтын сияқты ғой. Ол ұйғыр болды ма? Иә, ол деген қазақ емес. Ол алып қашты ма, қалай есі? Иә, алып қашып кеткен 17 жаста. Қай жақта? Ой, соседний районде көшеде тұрамын, через улицу живем. Шымкентте? Шымкентте емес, Алматының қызымын ғой. Алматыда алып қашу бармасың ба? Иә. пайыз отбасы ажырасып кетеді. Жақсы көрмегеннен, болмаса алып қашып кеткеннен бір көріп. Основном алып қашып кетуден ғой. Жоқ, екі жақ келісіп, той жасап, как положено, үйленген отбасылар бар. Мне кажется, ол жас мөлшеріне байланысты. Қазір көп қой, 20 жаста уже аяғы ауыр болып, уже босанып жатқандар, из-за этого опыта нету. Себебі жастар бір-бірін білмей үйленеді, ерте бір-біріне үйленеді. Айтады ғой, жастықтың буымен деп. Сондықтан шығар деп ойлаймын, бір-бірін түсініп, бір-бірін мінезін ұғып, түсініп содан кейін. Отбасылық өмірде бір-бірін түсінбей қала ма? Иә. Ақша, не, тұрмыс тіршілік проблема? Иә, қазіргі қыздар көбінесе бай жігіттерге. Бай жігіттерге қызығады? Иә, бай жігіттерге қызығады. Содан шығар деп ойлаймын. Байлығына қызығып, мінезін білмейді. Кейін сосын тұрмысқа шыққаннан кейін, оның шын мінезін білгеннен кейін өкініп қалады. Ал жалпы ажырасқан әйел ретінде өзің халықтың қысымын сезінесің ба? Халық мысалы айтады ғой, ажырасқан ол екі басымен анау мынау. Иә, басында ажырасу деген бір не болатын, маған бір позорно сияқты. Қазір екінің бірі ажыраса жатыр, несін не аласың? Егмен деген елдер сөйлейді деп енді не қылмайсың ғой енді. Тұра бермейсің ғой сол елдер үшін. Маған мысалы қазір уже не позорно, қазір уже үйреніп қалдым ана ажырасу дегенге уже 5 жыл ажырасып жүрмін ғой уже. 5 жылдай болды мына. Ал егерде күйеуің өзгеріп, кішкене кешірім сұрап басқаша болып келсе, сен онымен қайтып қосылар ма едің? Оны білмеймін. Балдарым айтып жатырса, мама, папа екеулерің қосылыңдар, шана мынау десе, балдар айтса, мен қосылар едім. Менің практикамда ажырасудың негізгі себебі ол тұрмыстық жағдайы. Одан кейін екінші себеп ол психологиялық, мораль жағынан дайын болмауы жастардың үйленуге. Содан кейін биологиялық жастарының өте жас болуы. Одан кейін конфетно-букетный период деп айтып жатамыз ғой. Ұнатып қалуменен шынайы махаббатты ажыратпау, басында кездесті, көрді бір-бірін, сол сезімге беріліп, тез арада үйленіп кету, болашағын ойламай. Одан кейін кейде сол сезімге берілген кезде құштарлыққа беріліп, бір жүкті болып қалу, жүктілік, сондай себептермен үйленеді. Содан кейін тағы бір көбінен таралған ажырасуға себеп болатын мәселе, үйленген кезде өзінің қалаған адамына үйленбей, жаңа ұл балаларды айтатын болсақ, ер кісілерді, ата-анасының айтуымен үйлену әлі де бар бізде ол. Жұмыс істеймін, сен асыраймын, істеймін, бүйтемін десе, мен 2 бала емес, бір 10 бала туға дайын. Сол ажырасып кетпеу үшін, үйленбес алдын жастар бір-бірімен төсек сәйкестігі үшін өздерін білу үшін қалай сәйкес келе ма, сәйкес келмей ма,
алдын ала жатып көру төсекке дейін ол дұрыс па дұрыс емес пе жалпы? Мен онышы мен енді ажырасқан адамдарға ол дұрыс, әлі ең бірінші тиіп отырған адамдарға оның несі қажет емес деп ойлаймын. Өйткені мен бұрында дегенше төсек қатынасының кайфын мен ажырасқаннан кейін білдім ғой. Мен вообще бұрын түсінбегенмін ғой ондай заттарды. Кімдікі үлкен, кімдікі кішкентай дегендей, уже нені салыстырып дегендей, сол кезде ажырасқаннан кейін барып білдім. Ал әйтпесе мен деген бір образда бір позада жүріп жүре бергенмін ғой бұрында, 17 жаста шыққан осындай болады екен. Мүмкін дайын болмаған шығар деген, мүмкін материалдық жағы дайын болмаған шығар. Қыздан кінәлі қыз ба, жігіт па? Жігіт әрине кінәлі, жігіт міндетті түрде өз мойнына алу керек, бүкіл барлық қиыншылықтарды сөйтіп алмайтын шығар мүмкін мойнына, сондықтан ажырасып кетеді деген. Ажырасудың алдын алу үшін не істеу керек жалпы? Адамдардың өздерінде ма, әлде қалай? Бір шара қолдану керек па? Ажырасудың алдын алу үшін енді айтады ғой қазақта деген, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Үй болып үйрену керек алдымен деген, жігіт барынша. Содан кейін мықты жігіттің қасында қыз ешқайда қайтып кетпейді деп ойлаймын. Адам өзінің құндылықтарын жоғалтқан кезде сондай нәрсе болады да, деп ойлаймын. Адами құндылықтарын. Иә. Отбасы құндылығы, иә. Отбасы деген. Ең алдымен адам өзінің адам екенін түсініп өзінің басына жауап беруге жеткен кезде адам отбасын құрау керек та. Бірінші себебі, яғни ажырасудың бірінші себебі әлеуметтік жағдай. Дұрыс па? Екінші себебі енді кішкене ол да жас болғандықтан ол кішкене жаман затқа әуестеу болды да. Ақша таппай, сондықтан мен кетіп қалғанмын. Жаман заттарға не, ішімдік? Ішімдік емес, ол ішпейді. Азарт ойындары? Азарт ойындары емес, ол шегеді. Шегеді, түсінікті. Тағы үшінші себебі? Сонымен енді ол ақша таппағаннан кейін енді мен сөйлеймін ғой. Сөйлегеннен кейін білесіздер, тілім ұзын, таяқ жеймін. Қайта таяқ жеп, ақырында бір рет тапқан кезім, одан кейін әйтеуір мен өліп қалмастан бұрын осы кетейін дедім. Мен бүйтіп таяқ жеп жүре алмаймын, онымен қашан асырайды. Қашан кешірім сұрап келіп, қашан алып кетеді, өйстіп бір ай жұмыс етті, уже одан кейін не алмайды. 3-4 ай сайын кетіп тұрам, уже ұят, уже туысқандардан да ұят, олардың әке-шешесінен де ұят. Одан да өйстіп әлі жастай кезімнен кетейін дедім. Өзімнің тәжірибемде болған оқиғаны айтып кетейін. Жасы 30-ға толмаған келіншек, 2 баласы бар. 3-ші баласын көтеріп, жүкті болып отыр, ажырасам дейді. Ажырасам. Неге? Өкпе ренішін кешіре алмайды жолдасына деген, иә. Мен айтам, өкпе ренішті алып тастап, жаңағы сіз отбасыңызды сақтап қалыңыз деп айтып жатырмын ғой. Сіз енді қайда барасыз? 3 балаңызбен сіз қайда барасыз дедім да, сөйтсе маған айтады, онымен өмір бітіп қалмайды дейді. Мен айтам да, Қазақстанда өз баласын асырауға шамасы келмей жүрген ер азаматтар бар. Егер олар солай атауға болатын болса. Өз баласына алимент төлемей қашып жүрген қаншама әкелер бар айтам. Мен өз баласын асырамай жүрген адам сенің 3 балаңды алып асырайды ма? Соны ойланып көрдің ба дейді? Иә, соны сен ойланып көрдің ба? Сен біріншіден ертең 3 баланы қалай асырайсың, соны ойландың ба? Ертеңгі күні ол балаларың сенің өспей ма? Сен мейлі тұрмысқа шықтың делік, иә? Сенің қызың өседі, қызың бар. Ол қазір педофилия дегенде бір сұмдық індет болып тұр. Күйеуге шыққанда одан қауіп төнбей ме? Қауіп төнбей ма? Сол мәселе бар. Содан кейін мен былай айтам, сен қазір жасың 30-ға да толған жоқ. Табиғи заңдылық. Ол ер азаматпен болу керек міндетті түрде. Сонда мен айтам, сен егерде сен ешкім алмады десек, жассың әлі, ешкім алмады, сен сонда өмір бойы зина жасап жүресің ба? Ертең ол балаларың өскенде соның намысына тимей ма? Сондай нәрселер бар да, сонда көкірек түпке салынады жаңағы, жоқ мен жаңағыдай тауып алам, басқа жақсысын тауып алам деген сияқты сондай. Қазір енді туысқандар саған сөз айта ма, жалпы былай не болып кеткенсің, айтып жүрген сөзің не? Иә, мамаға звондайды, маған айтпаса да мен біледі ғой мінезінде, пошла нахуй деп айтам ғой, любой адамға мысалы деймін да. Шатағың не деймін ғой, мысалы, кім болса да былай қарап тұрсаң, шатағы қанша қазір? Сейчас уже 21 век. Зато мен деген оның бәрін скриптен жасап отырған жоқ, мұның бәрін мен в открытую істеймін. Айтатын болса мен үйінен жеп кетізіп, мен ішімде сақтап, арт сыртынан өсек айтпаймын, мен айтатын болса мен бекете салам бәрібір. Әйел адамның ер адамменен тайталасып отырғаны, ер адамды өзінен төмен санауы, ол да үлкен нұқсан келтіреді. Жүректерінде иман болса, ажыраспайды ғой. Значит, онда бір нәрсе үгіттеп тұрады или болмаса, сол ғой иман болмаса,
кетеді. Біреуінде болса біреуінде, жүрегінде иман болса ол ажыраспайды, бір-бірін түсінеді адам. Иә, негізінде менше ажырасуым қиын болды ше. Мен бір секрет айтып кетейін ба? Бұрын мен ажырасқан кезде ше, 21 жасымда кетіп қалдым ба? Сол кезде менің бір Саид деген жігітім болатын. 21 ме 17 ме? Жоқ, мен ажырасқанда 21-де кетіп қалдым ғой. 4 жыл тұрдым да кетіп қалдым ғой. Одан кейін 2 жыл не қылып жүрдік, кездесіп жүрдік деген қызбен жігіт сияқты. Сол кезде, короче, менде Саид деген жігіт болатын. Тағы да бір мен жігітім болатын. Оның аты Азамат еді. Өзіміздің районымыздың жігіті. И сол анау келмей қалса анаумен жатамын, анау келмесе анаумен жатамын да. Өйткені ше маған күнде керек та, өйткені мен үйреніп қалғанмын ғой күндегі сексқа. Сол сондай қызық болған менде, мен бір емес 2 жігітпен сразу кездесіп жүретін. Екеуі бір-бірін білетін бе? Екеуі бір-бірін білмейді. Наверное, потому что уже ценности не те. Ценности не те, да. Например? Ну, сейчас уже не модно, даже девушки сами как-то не особо стремятся замуж выйти. Они для себя рожающие в основном. А какие еще проблемы? Проблемы? Ну, проблемы в том, что ну, сейчас время такое, воспитание не то, мне кажется. Посмотрите, да, на молодежь сейчас как ходят. Нельзя, допустим, да, наших родителей, как они ходили, было совсем по-другому в советское время. А сейчас на молодежь смотришь, вообще это спайс, все вот это вот. Бір-бірін дұрыс түсініп білмей танысып алады, сосын бір айдан кейін үйленеді, содан кейін үйленгеннен кейін басталады ғой барлығы да. Бір-бірімен түсініспеушілік болады, ананың мінезі басталады, ананың тағы бір денесі, сенің папаң ұнамайды, сенің мамаң ұнамайды басталады. Әркімнің әртүрлі проблемасына байланысты деп ойлаймын. Отбасын сақтап қалуда бұл да үлкен мәселе. Бір-біріне жаңағы сексуалдық жағынан сәйкестік деген нәрсе бар ғой. Ол да үлкен мәселе. Бұл да маңызды шығар деп ойлаймын. Содан кейін мен өз тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, менің алдыма 47 жастар кәрі қыз келді. Әлі ешкіммен болмаған пәк 47 жаста. Сонда осындай жағдай туған кезде мен жаңа қазақтың ар ұят деп қыздардың әбден санасына құйып қоятын жаңа менталитетін кейде былайша айтқанша сол түсініктен алыймын. Өйткені 47 жасар алдындағы әйел отырып мен әлі қызбын деген кезде мен айтам дабыл қағу керек. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Онда психологиялық қорқыныштар бар. Ол ер азаматтардан қорқады. Тағы да көптеген мәселелер болуы мүмкін. Ол дұрыс нәрсе емес деп айтамын. Сосын тағы бір нәрсені айтып кететін болсам, сексуалдық жағынан жаңағы сәйкестік туралы айттық қой біз, бірақ сексуалдық жағынан жаңағы маған ер азаматым жақпай жатыр, мен көңілім толмай жатыр, ұнамай жатыр, мен сондықтан ажырасам деген әйел адамдардан естіген емеспін. Бірақ мен әйел адамдардан мынандай нәрсе естідім. Жоқ, мен әйел адамдардан мынандай нәрсе естідім. Менің жолдасымның маған көңіл толмайды. Менің жолдасым маған көңіл толмайды деймін. Сол кезде мен айтам, бізде қыздарға 40 үйден тыю бар. Саған анау болмайды, мынау болмайды, жаңа тұрмыс құрғанға дейін төсек қатынасы болмайды деп айтып жатады да, ал ер азаматтарымызға бәрі болады. Ер азаматтар сонда үйленгенге дейін әбден тәжірибе жинайды. Содан кейін әйелдеріне көңіл толмай, жаңағы өздерінің көңіл толмайтындарын туралы айтады. Маған бір современный бір еркек болу керек. Мүмкін өзге ұлт өкілдеріне жаңағы орыс сияқты. Иә, маған бір орыстанып кеткен, бір қазақтар болады, сондай болу керек. А маған бір орамал тағып, тамақ істе, есік алып сыпыр деген маған еркектер мүлдем қажет емес. Маған ондай қызық емес. Замира, осы өткенде қазір Инстаграмнан таралып кетті ғой видео, көкпар жайында. Соны толықтырып, не үшін олай айтқанымды айтып берші. Енді қазақтың жігіттері енді қазақ болғаннан кейін мықты болсын деп айттым да, енді ұмытып кетпесін деп. Сен олардың әлсіз екенін қайдан білесің? Енді білеміз ғой, енді бірталай өмірді өтіп салғанбыз деп. Енді мен сөйтіп ойлаймын, мысалы бізде көп жігіттермен өстіп сөйлесесің ғой, енді телевизорда жүргеннен кейін анау сұрайсың да сынайсың ше. Отыра аласың ба, негізі қай жағынан отыру керек десең, білмейді да мені, ойбай, мен масқарам шығып қалды, давай екеуміз қазір ислайсыз видеоға түсейік десең, мен көкпар жайында вообще білмеймін дейді. Көп адамдарды сынап көрдім, негізі шынымен де көкпар жайында вообще білмейді. Мен өзім дұрыс білмеймін, ал бірақ та өстіп сынаймын да, как будто көкпар жайында капец білетін бір сақты айтып қоямын. Бақытты отбасы болу үшін үйленбес бұрын нені ескеру керек? Жігіттер, қыздар. Бақытты отбасы болу үшін, үйленбеу үшін, үйленетін кезде үйленердің алдын ол екеуі толықтай дайын болу керек. Толықтай дайын болмаса, жаңа материалдық жағынан толықтай дайын болмаса, жаңағыда айттым ғой басында, ниет болу керек, бірге болу керек деген. Психологиялық тұрғыдан дайын болу керек. Сонда бізде тағы да мынандай мәселе бар. Психологиялық жас пен биологиялық жастың сәйкес келмеуі, инфантильность деп атайды ғой. Жасы деген біразға барып қалса да өзін кішкентай бала сияқты ұстау.
ол да бір. Сондықтан не істесең де, қандай қадам жасасаң да, жаңағы ой елегінен өткізіп, ойланып, сондай қадам жасау керек деп ойлаймын.